Бақара сүресі туралы хадистер соңғы бөлім. Тирмизидің бір риуаятында Әзірет Юсуфқа қатысты Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, аса жомарттың ұлы, ардақтының ұлы, жомарт Ибрахимнің ұлы, Исхақтың ұлы, Яқубтың ұлы Юсуф деді. Және бұған қосымша, егер зыңданда оның орнында мен жатсам, шығаруға елші келгенде дереу шығар едім деп мына аятты оқыды. Жоқ, алдымен қожайыныңа қайта бар да, одан әлгі, мені көргенде, қолдарын кесіп алған әйелдер жайлы, ақиқатты біледі ме екен соны сұра. Бұдан кейін Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм сөзін жалғап былай деді: Алла тағала Лутты мейіріміне бөлесін. Ол негізі өте мықты қамалды пана қылған еді. Алла одан кейін әр пайғамбарды қауымы көпшілік бір жамағаттың ішінен жіберді. Убайд ибн Умайр былай дейді: бірде Омар ибн Ал-Хаттаб Расулалланың сахабаларынан былай деп сұрады: қайсы бірің болмасын, ішінде өзен сулары сарқырап ағып жататын, әр алуан жеміс беретін құрма һәм жүзім бақшасы болғанын, бірақ өзі жасы жетіп қартайған әрі буыны бекіп, бұғанасы қатпаған жас балалары болғанын, сондай-ақ тосыннан от араласқан жалынды құйын көтеріліп бақшасының астан кестеңін шығарып, өртеп жібергенін қалар ма еді деген аят кім жайлы түскен деп сұрады. Жамағат: Алла мен оның елшісі жақсырақ біледі деп жауап берді. Әзірет Омар бұл жауапқа ашуланып: білеміз не білмейміз деп айтсаңдаршы деді. Бұдан кейін Ибн Аббас: уа, мүминдердің әміршісі, бұл мәселе жайлы бір ойым бар еді деді. Әзірет Омар оған: уа, бауырымның баласы, ойыңды айт, өзіңді төмендетпе деді. Ибн Аббас: бұл бір мәселеге мысал ретінде берілген. Қандай мәселеге? Бай бір адамның ісі үшін. Бір дәулетті адам Аллаға құлшылық етіп, игі амалдар жасап жүреді. Содан соң Алла оған бір шайтан жібереді. Бай оның айтағына еріп күнәлар жасайды және ақыр аяғында барлық игі амалдары құрдымға кетеді. Бәрі өздеріне берілсе жақтырмай алатын қадірі шамалы жаман дүниеден беруге тырыспаңдар деген аят біз ансарлар жайлы түсті деді және оны былай түсіндірді: біз құрма өсірумен айналысатын едік. Құрмасының аз немесе көп болуына байланысты барлық адам садақа беретін. Адамдар садақа үшін бір-екі құрма шағын мешітке әкеліп іліп қоятын. Мешітте тұратын суфа сахабаларының жейтін тамақтары болмағандықтан біреуінің қарны ашқанда сол шақты таяқпен ұрып бірнеше құрманы түсіріп алып жейтін. Жақсылықты ойламайтындар сапасыз, жақсы жетілмеген, керексіз құрмалары көп шақтарды, кейбіреулер сынған, кәдуілгі шақтарды іліп кететін. Осы оқиғадан кейін Алла тағала мына аятты түсірді: уа, иман еткендер! Тапқан табыстарыңның, өндірген өнімдеріңнің және сендер үшін жерден біз шығарған өнімдердің жақсы әрі адал болғанынан садақа беріңдер. Садақаны өздеріне берілсе жақтырмай алатын қадірі шамалы жаман дүниеден беруге тырыспаңдар. Біліп қойыңдар, Алла ғани, садақаларыңа да, құлшылықтарыңа да мұқтаж емес, әсте ортаймайтын байлық иесі, хамид, шексіз мақтауға, бар мадаққа әбден лайық. Алла. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм бұл аятты былай түсіндірген: қайсы бірің садақа ретінде берген нәрсенің ұқсасы өзіне берілсе, тыжырынып, алғысы келмейтін, алуға ұялатын затты бермеуге мұқият болсын. Ибн Аббас былай дейді: бұдан кейін бәріміз қолымыздағы дүниенің ең жақсысын садақаға беретін болдық. Түсіндірме: бастапқыда мұсылмандар садақа бергенде жайыз деген түсінікпен сапасыз, шіріген, жақсы емес, керек емес, кәдуілгі нәрселерден де беретін. Жоғарыдағы риуаят суфа сахабаларының қажеттілігін қамтамасыз ету үшін пайғамбар мешітіне ілінген құрма шақтарына қатысты бір жағдайды көрсетеді. Кейбір адамдар жемістері жетілмеген, шірік шақтарды іліп кеткен. Аятта бұл әрекетке тыйым салынып, өзіне берілген жағдайда ұнатпай қалатын нәрселерді өзгеге бермеуді бұйырған. Кейбір ғалымдар бұны зекет ретінде берілетін мал дүниеден қарастырылатын сипат деп түсінген. Алайда көпшілік ғалымдар бұл тек зекетпен шектелмейді, садақа, тарту таралғы, қайырымдылық сияқты барлық берілген нәрсені қамтиды деген. Ибн Мәсғуд былай дейді: Расулалла саллаллаху ғалейхи уа саллям былай деді: шайтан мен періште адамның жүрегіне әр нәрсе салады. Шайтанның ісі жамандыққа шақыру, ақиқаттан алыстату, ал періштенің ісі ақиқатқа және жақсылыққа шақыру, жамандықтан құтқару. Егер кімде-кім жақсылыққа шақырған дауысты естісе, біліп қойсын, ол періштенің үні. Дереу оған құлақ асып, Аллаға шүкір етсін. Ал кімде-кім жамандыққа шақырған дауыс естісе, біліп қойсын, ол шайтаннан.
одан алыс болсын, Аллаға сиынып, одан пана тілесін. Бұдан кейін Расулалла саллаллаху ғалейхи уа саллям сөзін жалғап, шайтан сендерді, зекет, садақа берсеңдер дүниелерің ортайып қалады деп, кедейлікпен қорқытады деген аятты қосып айтты. Түсіндірме. Хадис адамның жүрегінде үнтаспа секілді өзіне жазып алатын әрі періштеден келетін игі сезімдермен қатар шайтанның уәсуәсасына да нысана болатын нүкте люммә бар дейді. Люммә тусу, жақындау, тию деген мағыналарды білдіреді. Кітаптарда кейде кездесетін адамның жүрегінде шайтани люммә бар деген сөздер жоғарыда келтірген мағынаның басқа бір түрі. Бұндай сөздер оқырманды жүректен шайтанға тән материалдық жиһаз, терезе іздеуге бағыттаса, жаңылыстырушы болады. Хадис шайтан мен періштеге берілген қабілеттен, адамның рухына кіріп, азғыра ой салатын қабілеті барынан хабар береді. Бұл қабілет жақындау, тиісу, түсу мағыналарын қамтитын люммә сөзімен білдірілген, табиғаты беймәлім. Хадис жаман сезімдерге бой алдыра бастасаң, одан алыстап, Аллаға сиынып, пана сұрау керек екеніне жол көрсетсе, жақсы ойлардың Алланың шабыты, олардың періште арқылы жүрекке салынатынын, бұларға құлақ асқан жағдайда ақырының жақсы болатынын, олай болса, бұған күш жұмсау керек екеніне де жол көрсетеді. Қол жеткізген, кенелген жақсылықтар мен табыстарға масаттанып, көкіректі керуге құқығымыз жоқ, керісінше шүкіршілікті арттыру керек. Бұл хадистен шығатын басқа бір дәріс. Мәруан әл-Әсфардың айтуынша, Абдулла ибн Омар, іштеріңдегі ниет пиғылдарыңды, әдейі ойлаған жаман ойларыңды, жария етсеңдер де, жасырсаңдар да, Алла сендерді сол үшін жауапқа тартады. Деген аяттың содан кейін келген аятпен нәсих, үкімі өзгерген, етілгенін айтқан. Әбу Хурайра былай дейді. Алла тағаланың мына сөзі іштеріңдегі ниет пиғылдарыңды, әдейі ойлаған жаман ойларыңды, жария етсеңдер де, жасырсаңдар да, Алла сендерді сол үшін жауапқа тартады. Сахабаларға ауыр тиді. Сол үшін Расулалланың алдына келіп былай деді: «Уа, Алланың елшісі! Бізге бұған дейін намаз, жихад, садақа беру сияқты шамамыз келетін істер міндеттеліп еді. Біз бұларды жасап жүрміз. Ал енді сізге түсірілген іштеріңдегі ниет пиғылдарыңды, әдейі ойлаған жаман ойларыңды, жария етсеңдер де, жасырсаңдар да, Алла сендерді сол үшін жауапқа тартады деген аяттың үкімін орындауға шамамыз жетпейді» деді. Сонда Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәллям оларға: «Сендер сонда өздеріңнен бұрынғы кітап иелері яһудилер мен христиандар секілді естідік, бірақ бойсынудан бас тарттық демекшісіңдер ме? Сендер керісінше, біз Раббымызға иман келтіруге үндейтін шақыруды, уа, Раббымыз! Біз сенің кең кешіріміңді тілейміз, және түбінде естідік және үндеуге құлақ асып, қалтқысыз мойынсұндық. Өзіңе қайтамыз деңдер» деді. Жамағат бұны оқып, тілдері үйреніп, арадан біраз уақыт өткенде, Алла тағала мына аятты түсірді. Хақ Расул өзіне Раббысынан уахи арқылы түсірілген Құран мен сүннетке қалтқысыз иман келтірді, маңайындағы мүміндер де иман келтірді. Олардың әрқайсысы Аллаға және оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына толық иман келтіріп, біз оның елшілерінің ешбірін бөліп жармаймыз, бәріне бірдей сенеміз деді. Сондай-ақ олар: «Біз Раббымызға иман етуге үндейтін шақыруды естідік және үндеуге құлақ асып, қалтқысыз мойынсұндық. Уа, Раббымыз! Біз сенің кең кешіріміңді тілейміз, және түбінде өзіңе қайтамыз» деп айтты. Содан соң Алла алдыңғы аяттың үкімін жойып, мына аятты түсірді. Алла ешбір жанға шамасынан тыс міндет жүктемейді. Әркімнің істеген жақсылығы өз пайдасына және істеген жамандығы өз зиянына. Сендер былай дұға етіңдер: «Уа, Раббымыз! Егер өзіңнің разылығыңа бөленеміз деп жүріп бір нәрсені ұмытып кеткен немесе білмей қателік жасаған болсақ, сол үшін бізді жауапқа тарта көрме». Расулалла бұл дұғаны жасағанда Алла тағала жақсы жауапқа тарпаймын деген. Уа, Раббымыз! Бізден бұрынғы үмбеттерге уақыттың, сол кездегі жағдайдың талаптарына һәм олардың кейбір қылықтарына сай тәрбиелік мақсатта ауыр міндеттер жүктегеніңдей бізге ондай ауыр міндеттер жүктей көрме. Алла тағала жақсы деген. Уа, Раббымыз! Бізге шамамыз жетпейтін міндеттерді арта көрме. Алла тағала жақсы деген. Күнәларымызды кешкейсің, бізді кешіргейсің және бізге жанашырлық танытып, мейіріміңе бөлегейсің. Сен біздің иемізсің, қамқоршымыз, әрі қорғанымызсың. Бізге мына кәпірлер қауымына қарсы күресте жәрдем беріп, жеңіске жеткізе көр. Алла тағала жақсы деген.
Түсіндірме. Хадис мәтінінде келгендей, адамдардың іштеріндегі сөз және әрекетке ауыспаған жасырын ниет пиғыл, ойлардан да жауапқа тартылатынын білдірген. Алла тағаланың мына аяты түскенде іштеріндегі ниет пиғылдарыңды әдейі ойлаған жаман сол үшін жауапқа тартады. Сахабаларды қатты уайым шекті, ойларында жария етсеңдер де, жасырсаңдар да, Алла сендерді, сосын олар Расулаллаға келіп, қайғыларын айтты. Басқа риуаяттар бойынша, Алланың елшісі. Бұған дейін бізге мұншалықты ауыр уахи келмеген еді. Бұған шамамыз жетпейді дейді, және сөздеріне қосымша ретінде, бәрімізге кейде сондай бір ойлар келеді. Дүние тізгінде болса да, мұндай ойлардың жүрегінде болғанын қаламас еді дейді. Сонда Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, сендер сонда өздеріңнен бұрынғы кітап иелері, яһудилер мен христиандар секілді естідік, бірақ бойсынудан бас тарттық демекшісіңдер ме? Сендер керісінше, біз Раббымызға иман келтіруге үндейтін шақыруды естідік және үндеуге құлақ асып қалтқысыз мойын сұндық. Раббымыз! Біз сенің кең кешіріміңді тілейміз және түбінде өзіңе қайтамыз деп айтыңдар дейді. Сахабалар Расулалланың кеңесіне құлақ асып, бұл дұғаны оқуды жалғастырады. Арадан бір жыл өткенде әмән Расулу аяты түседі. Сахабалар кешірім тілеп, сиынып, пана сұрауын, мінәжатымен жалбарынуын тоқтатпайды. Олардың бұл әрекетіне сый ретінде біршама уақыттан кейін, «Лә юкалифуллаху нәфсән илля усғаха», яғни Алла ешбір жанға міндетінен тыс міндет жүктемейді деп басталатын аят түседі. Бұл аятпен адамның еріксіз ойлағандарынан да жауапқа тартылатынын баяндаған алдыңғы аяттың нәсих етілгенін біледі. Кейбір ғалымдар бұл аят жай хабар бере келген. Ал насх мәселесі үкімдерде болады, хабарларда болмайды. Сол себепті бұл жерде ешқандай насх мәселесі жоқ. Аят толықтай мұхкам аяттардың қатарына жатады деген. Алайда кейбір ғұламалар бұл аят хабар беруге қатысты болғанмен ішінде үкімде бар. Сондықтан насх болуында ешбір әбестік жоқ. Бұл әр түрлі көзқарасқа нүкте қою үшін Ибн Аббастан жеткен алдыңғы аят насх етілмеген. Алайда Алла тағала қиямет бір жорамалды келтіре кеткен жөн болмақ. Оның айтуынша, күні құлдарын жинаған кезде мен сендерге періштелердің өзі тап басып біле алмаған кейбір сырларды білдіремін дейді. Мүміндердің сырларын айтқаннан кейін оларды кешіреді. Хабар береді. Ибн Аббас, міне, Алла тағала қаласа азаптайды. Күмәнданғандарға келгенде олардың іштей сенбеген нәрселерінен қаласа кешіреді деген аяттың мағынасы осы дейді. Ендеше, насх етілді деген аятты осылай түсінуіміз керек. Алла тағала тіпті жүректегі кейбір жасырын сырлардың өзін жазып қоюда. Қиямет күні мүміндерді бұл сырлар арқылы азаптамайтын болса да, жазылғандардың барлығын көз алдарына келтіреді. Мазири және Қади Ияз сынды кейбір ғалымдардың бұл жағдайда насх деуге болып болмайтын мәселелердегі кейбір пікірталастарға бұл жерде орын жоқ екенін айтқан. Аяттағы пайғамбарлардың арасын бөліп жармау мәселесіндегі негізгі мақсат ешқайсысын жоққа шығармай, құрмет көрсете иман келтіру деген сөз. Уақыты өткен нәсілдерді, олар қолданған ділі мен тіліне байланысты пайғамбарлардың арасын бөліп жару мұсылманға жараспайды. Шариғи міндеттер адам баласының күш-қуатына қарай белгіленеді. Алла тағала ешкімге күші жетпейтін нәрсені жүктемейді. Тағы бір аятта Алла сендерге жеңілдік болуын қалайды, ауырлық түсіргісі келмейді делінген. Байқасақ, парыздар адам баласының шамасы жететін нәрселер. 5 уақыт намаздан басқа намаздарды шама шарқынша орындайды. Зекет, қажылық, ораза сынды құлшылықтарда адам баласының шама шарқымен барынша санасады. Дүниесі жоқтар зекет беруге міндетті емес. Денсаулығы мен қаржысы жоқтарға қажылық парыз емес. Оразада денсаулығы бар адамдар ғана атқаратын амал. Оның кәффаратын өтеу басқа жолдармен жүзеге асады. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю сынды мәселелерде адам баласының күш-қуаты мен жай күйіне қарай міндеттеледі. Бір топ ғалымдар Бақара сүресінің соңғы аятты қалай дұға жасауды үйретіп тұрғандықтан, осы дұғаны әрбір мүмін жатқа айтуы керек дейді. Әбу Хурайра былай дейді. Алла елшісі былай деді. Алла тағала үмбетімнің ойына келген жаман нәрселер амалында көрінбейінше, яки сол нәрсені тілімен айтпайынша жауапкер етпейді.